Жапонияда жаңа азық-түліктер бағасын қоспағанда тұтынушылық бағалар тамыз айында 0,1%-ға азайған. Бұл 2 жыл бойы экономиканы оңтайландыру саясатын жүргізуге тырысқан үкіметке ауыр тиді. Жұмада ресми түрде жарияланған деректер соңғы 2,5 жылда алғашқы дефляцияны көрсетті. Бағалар өсімінің шыңы өткен жылдың 2-ші тоқсанында байқалған. Ол кезде қаржылай несиелік саясатты жұмсарту арқылы инфляция 3,4%-ға дейін жеделдетілген еді. Тұтынушылық бағалардың түсуіне басты себеп энергия тасымалдаушы бағаларының азаюы. Жапондық орталық банк осыған дейін келесі жылдың ортасына дейінгі уақытта инфляцияның 2%-ық деңгейіне жетемін деген мақсат қойған еді. Бірақ сарапшылардың басым көпшілігі жаңа оңтайландыру шараларынсыз бұл мақсатқа жету мүмкін емес деп отыр. Бір тәулік ішінде Ливия жағажайларында 1000-ға жуық адам құтқарылды. Африканың кедей елдерінен келген босқындар жерорта теңіз арқылы резеңке қайықтар мен баржалардың көмегімен Еуропаға шығуға талпынған. Италияны Ливия жағалауынан бөліп тұрған Сицилия бұғазында теңізшілер 20 құтқару операцияларын жүзеге асырған. Құтқару шараларында италиялық жағалау күзетінің катерлері, Тритон еуропалық миссиясының кемелері, сонымен бірге халықаралық Қызыл Крест кемесі қатысқан. Грекияның теңіз қызметінің көмегімен тағы 335 адам аман қалды. Босқындар Италияның жағалауларына жеткізілді. Африка мен Таяу шығыс елдерінен осы жылы ондаған мың мигрант жерорта теңіз арқылы Еуропаға шығуды жоспарлаған. Олардың шамамен 3000-ына бұл саяхат өмірлеріндегі соңғысы болып шықты. Швейцарияның ізімен Бельгияда Volkswagen автокөліктерінің дизель отынымен жабдықталған бірқатар модельдерінің сатылымын тоқтатты. Оған себеп автокөліктердің өндіруші көрсеткен экологиялық талаптарына сәйкес келмеуі. Қазіргі таңда Бельгияда 3200-ге жуық автокөліктердің сатылымы тоқтап тұр. Бельгия экономика министрі Крис Петерс былай дейді: мәселе расымен күрделі. Біздің есебіміз бойынша бұрын сатылған 500 мың автокөліктердің аталған мәселеге қатысы бар. Нақты санын білмейміз, себебі олардың қаншауында экологиялық мәліметтерді өзгертіп беретін бағдарламалық жасақтамалар орнатылғаннан бейхабармыз. Дизель шуы әлем бойынша 11 миллион автокөлікті қамтуы ықтимал. Италияда Volkswagen неміс автоөндірушісінің экологиялық талаптарға сай емес 1 миллиондай автокөлігі болуы мүмкін. Итальяндықтар болса былай деп отыр: Volkswagen өте атақты бренд. Бұл шу барша сатып алушылардың таңдауына әсер етеді деп ойламаймын. Немістер бізге біраз нәрсені үйретті, әлі де үйретері көп. Олар қай жағынан да әлемдегі нөмірі біріншілердің ішінде, тіпті алаяқтықтан да алдыңғы орында болып шықты.